Ассалаумағалейкум қазақ елі. Оразағы қабыл болсын. Армандар орындалады фонды 20 отбасыға 20. Иә, білесіздер, жақсы білесіздер. Уже 3-ші үйдің кілтін тапсыруға келдік. Оған маған көмектесетін, конечно, өзім досым Айгерім деген iOfficial. Біз Шымкент қаласына келдік. Сәлем. Сәлем, қалайсың? Жақсы ма? 20 отбасы 20 үй білесіздер. Аз сума жиналды, бірақ біз жеткіземіз. Соған көмектесетін тұрған Айы өзің жинап, сбор жинап, бізге көмектесіп. Қанша жинадың? 3.720.000. 3.720.000 жинап Шымкент қаласына келіп қалдық. Ал не үшін? Баста қалай? Сөз бересіз. Барлықтарыңызға рахмет. Не үшін Жақсыгүл тәтені таңдадық? Өйткені негізі жалғыз отбасы, то есть бір ғана баласы бар, көп балалы отбасы емес. Бірақ не үшін көмектесейін дедік? 5 жыл бұрын үйі өртеніп кеткен болатын, полностью дым затсыз қалған болатын. Үйті өзінің үйі емес, арендада тұрған үйі. Оған қоса баласының 2 тізесімен өзінің қолын полностью осылай қазір көретін боласыз, видео полностью күйіп қалған сонша даже ешнәрсе істей алмайды, жұмыс та істей алмайды, тамақ та істей алмайды. Оған қоса күйеуі үлкен операциядан шыққан, сондықтан көмектесуге осылай бет бұрдым. Оған қоса қазір 5 жыл бойы кішкентай будкада тұрып жатыр, тоже видеодан көретін боласыз. Жартысы еще күйептер тұрады, жартысы өзі тұрады. Қазір біздің келген жер стройка емес. Апамыздың тұрып жатқан жері. Ана қоңыр будка көріне ма, көрмей білмеймін, ана тұр. Соған барамыз, кептерлер тұр ішіп жатыр жанында. Бірақ қуаныш жаңалық бар. 20 отбасы 20 айдың 3-ші үйі осы апамызға беріп отыр. Ол айдың арқасында. Және біз бауырлар бар. Келсеңіз бауырлар. Келіңіз аға. Көмектесетін бауырлар. Кел, Нұреке. Біз негізі камерада бір адам көрінгенмен біз көппіз. Сіз сияқты қазақ елінің халқы бар, жұрты бар. Ал келдік. Ана апамыз білмейді біздің жақсылап білмейді. Білмейді. Ешқандай. Міне бауырлар, ағаларымыз. Ғаби. Ал, рахмет. Алла разы болсын, кет бастаймыз ал. Біздің келгенімізді білмейді екен, бірақ инстадан көріп қойды. Негізі бұл отбасы қанша мұқтаж болса да, қайырымдылық бізден көп сұрамайды ештеңе. Дұрыс па аға? Ештеңе. Ұялады. Қаншалықты көмек берейік апай деп осы іске қаншалықты апайды былай айтқанда уговарить еттік. Алла разы болсын. Ұялды, қатты ұялды, бірақ та біздің осындай қайырымды жандар екенімізді түсініп, бір Алланың разылығы үшін рұқсатын алып, осындай үй алып беруге әрекет жасаған бауырларымыз. Найде тұра ма? Осы. Ауызашар қадам алып келдім. Ауызашар сатсы? Сол кісілер Алматыдан естіп қойыпты ауызашар. Ақаңыз ауызашарға келді сізге, арнайы ауызашарға келді. Үйіңіз кеп шығайық, қонақта. Сен осы мамаңды қорғап, баласы сәл ұялады. Бірақ, түсік жақтан дұрыс сен. Осы намысыңдарымыз көп болсын. Мен танисың ба? Ұмытып қалдың ба не? Әпшерін Дәулет. Айка ғой? Айка ғой дейді. Жақсыгүл апамыздың үйіне келдік, көріп тұрғандарыңыздай осындай. Бірақ оның өзі жақында осы здания бітсе, бұны бәрін алып тастайды апа, барлығы алып тастайды. Енді сіздер ұялмаңыз, бізде 20 отбасы 20 үй деген армандар орындалады деген фондымыз бар. Уже біз екінші үйдің кілтін тапсырдық та. Құдай қаласа мүмкін сіздерге тапсырқамыз. Былай істейік қазір. Сестреңіз ауызашар істей береді ғой да. Біз өзіміз енді шығып қалаға барып бір нені көріп қайтайық та. Сөйлесіп сізді тіркейді да, сосын шығарамыз. Бола ма? Шығарамыз ба? Хорошо, шығайық кетті онда. Балаңыз аласаңызшы. Мен бұны ұялып отырсың. Жоқ, әдемі қыздар қарап ұялады. Әдемі, мен қорқыныш соғасы қарабай айтқан жерде деді. Айтшы да, мен қорқынышты өте, қорқынышты да. Мен әдемі бар. Бұл әдемі сен точно, қыздар ғана әдемі бар, иә? Қалдырмайды ғой. Сылсып отырып алдық бәріміз қазір.
біздің өзіміз фондқа тіркейік, сосын құдай қаласа. Біз енді осы үшеуіңіз тұрасыздар, жолдасы үшеуіңіз. always be a part of me with every passing day. Сіз біздің халықтың жинаған ақшасында айқа жинады ма дейсіз ба? 4 миллионда 3 миллион 700 деп. Қазір 3 комнаталы үй қалған орасына. Қазір үйіңізге кіріп қойнатсыз. Құтты. Құтты болсын үй. Ей машалла. Ерса, үй қазір ішіне сіз көрейікші. сол нұрдәулетте көмектесті. Құтты болсын бір тоқтап қойын әпше. Әпше. үй бар сенде енді. Күтіп тұрмын. Әпше құтты болсын. Шымен. Біз енді Рахмет. қайтсақ болады. Аяқ асты ешқандай несіз, андай ағаларымыз да келіп жатыр, бауырлар да. Кішкене келдік, андай алдамақ қойған. Біз көбінесе үйдеміз айтпай барамыз да. Просто мына апамызға да айтпадық. Бірақ кішкене көреміз, кетіп жүрміз одан да. Күтіп қойып, сразу кірейік, ішті көрейік, ішті көріңіз. О, кірейік. Мына жақта бастайық, спальныйдан бастайық. Көріңіз, әпше. Әне жүрсе, ай бар жағын. Әдемі ба? спальный. Спальня. Бұл үйті бір комната емес екен, мына жақта 2 комната жүргізді. Ана жақта 2 комната бар. Бәрі краскілеп болған, дайындап болған. алла береке берсін Кіре беріңіз. Ана жақта бір комната бар. Бәрі ой, жиһаздар қазір кетеміз. Мына жақтан көтерсеңіз де болады екен тағы бір комната. Айтты сізге көмектесем деп жатқанда болса, айтты тағы бір комната көтерсеңіз де. Хозяин алдына бере ана жерде істеген өзі. Хозяинчик болайын. Дос. Міне, ассалаумағалейкум. Осы үйдің егесі сіздерге келісіп жақсы бағаға беріп, негізі үлкен қымбаттау болып тұрған. Осындай бауырларымыз көп болсын. Арзан бағаға беріп, өте өзі халық чеккен ақшасына өзі сол бар нәрсеге бере салайын деді. Мына жерде көтерсе болады ғой, өзі бағана атошы рахмет бауырым. Сізді солар қазір кетеміз. Ол біткен жоқ, біздің өзі Армандар фонды атынан қазір сіздерге подарка. Барамыз да, холодильник, газ, мына жерге өшке заттар аламыз. Хорошо? машалла Құтты болсын, шапалақ бар. Ура! Әмин дейсіздер сіздер осы бір үйге, новый үйге бір. аса қамқор ерекше мейірім шексіз болған алла тағала барша мақтау ұлықтау өзіңе тән өзін ұлықтаймыз өзінен медет жәрдем сұраймыз әлемге рахмет ет жүрген пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ғаламат жігіттерді істеп жатқан қайырымдылықтарына берекеттер көзден сақта алатын мына кісіге бұл үйде берекемен және де осы үй жәннатқа апаратын үйлердің қатарына кетсін ла иляха илля анта субханака инни кунту Dost demedi, aslında yeni nasıl bugün demedi. Yeni nasıl Жолдасыз аша келеді. Енді, сіз амайтасыз бұл әркәзір. Бірақ қазір уже бір-екі күннен кейін кәдімгі уже үйде жүргесін. Осы үйге бар. Дос. бұрынғы үйге бармайсың енді. Ол, кет. Әкел. Ал барша қазақ елі 20 отбасы 20 үйдің 3-ші үйін айып досымыздың арқасында және осы анамызға берді. Құтты болсын үйіңіз. Құрметті қалайық, сіздердің әр жинаған ақшаларыңызға біз жауап береміз және тиімді жұмсауға тырысамыз барынша. Сіздермен бірге болған барлықтарыңыз армандар орындалады. Мен сенемін, нет ничего не возможно, барлықтарыңыз сенемін. Алла разы болсын, барша барлықтарыңызға құтты болсын, тағы бір шапалақ қойып тағы да. Бірақ сөз айтсаңыз сіз кішігірім. Басында ұялдай көбінесе керек емес деп бірақ барынша тырысты. Айтыңыз. рахмет Иә. Рахмет осындай мейірімді жандардың барына. Негізінде мейірхан. әлі сенбей тұр Қуаламай тұр. Аяқ асты өйткені біз бүгін келдік. Сразу ғой. Бір ауыз сөз айтшы екен, Батыр. Ой, алысымыздың. Рахмет барлықтарыңа. Болды, Негіз рахмет. баламның арманы ғой бұл үйлі болсақ дейді. Армандайды. Әр баланың өзінің несі болады ғой. айттық қой Армандар орындала ма? бірге жеңеміз деп Армандар. жеңдік аллаға шүкір Иә. осы жерге жеткізген аллаға сан шүкірлер болсын осы барша бауырларымызға алла разы болсын екі дүниясын бақытын берсін өстіп жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді бәріміз жұмыла көтердік апайымыздың былай айтқанда бақытты бір қуанышты сәтіне баршамыз келдік алла разы болсын баршаларыңызға
мен не алайық бана газ бір нәрсе жүріңіз иә достар, сіздер көріп жатқандай дәл қазір бір отбасын қуанттық. Алда да көп отбасылар бар, Қазақстанда өте көп мұқтаж жандар, соларға да көмектесе аламыз сіздер біздер болып. Және бір көмек, ол сіздердің осы каналға подписация еткендеріңіз және лайк, комментарий жазып кетіңіздер, достарыңызға жіберіңіздер. Осы бізден ең үлкен көмек болады. Нотариус жауып қалды, атауы артым ауыр емес. Артым ауыр дей ма, или сынақ көп береді дей ма? Главный біз тура жолда келе жатырмыз. Сынақ көп болса, иә? Ертеңге қалды нотариус. Документ бәрі, суыт сені. Бытовая техника барлығы жабық, отчеттің барлығын түсіріп салатын боламыз. Ассалаумағалейкум. Короче, үлгердік. Қайта ашылып кетті көрме. Şu çıkır tavsırıldı.